Қайырлы күн, қымбатты әріптестер. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Сәтті, табысты жылдар болсын бұл жылымыз біздің. Алдымызда отырған шәкірттеріміз талапты, зейінді болсын. Сіздердің барлықтарыңызға ең алдымен денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар. Енді біз бүгінгі дәрісімізді жалпы мына теориялық ұғымдардың оқу мақсаттарында берілуі және оны талдап қалай көрсетуіміз керек туралы керек екенін айтамыз. Енді мен бұл жерде сабақтың үстінде қандай әдіс қолдану керек, сабақта қандай әдіс арқылы шығу керек дегенге тоқталмаймын. Жалпы бір сабақта сіздер бір ғана мақсатты алып шығуларыңыз мүмкін, бір ғана талдаудың түрлерін көрсетуіңіз мүмкін, бірақ мен бұл жерде сіздерге жалпы теориялық ұғымдар қалай беріледі, қалай талдау керекпіз. Сіздер егер бұрын университетте оқыған кезде білгендеріңіз болса, соның үстінен қосымша білім болады деп осындай курсты жасап отырмыз. Бүгін біз 10-шы сынып бойынша Абай Құнанбайұлының өлеңдеріне тоқталамыз. Екі өлеңіне бағана салып жібердім. Біреуін талдаймыз, екіншісін сіздермен бірге талдаймыз. Сондықтан назар салып отырыңыздар. Мен қазір ең алдымен мынаны тоқтатайын да нені мына қазақ әдебиеті оқулығының ішін бір көрсетіп шығайын. Атамұра баспасыменен дайындалған. Соның ішінде Абай қалай тұр екен бір шолып өтейік. Абай бір 90 бой өтеді жаратылыстану бағытында да, не бағытта да. Қалай кішірейтіп жүрдім? Қоғамдық гуманитарлық бағыт. Қоғамдық гуманитарлық бағытта да бір 90 бой оқылады. Екеуінде де жаңағы қайталанатын дүниелер бар, шығармалар, Міне, Абайдың 8 аяғы, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, лай суға май бітпес қой өткенге, 17-ші қара сөз, 32-ші сөз, Масғұт поэмасы. Осы шығармалары жаратылыстану бағытында өтеді екен. Енді оқулықта жалпы мына оқулықтың мақсаты не? Оқулық материал беру. Ал ұстаздар ары қарай оны іліп алып кету керек болатын, Мына жерде өмірбаянына тоқталған кезде оның шыққан тегіне тоқталып отырмыз. Зере, Құнанбай бейнелеріне оны Абай жолы романынан білсек те, бұл жерде шағын ғана дерек беріледі. Абайдың өмірі, оның жаңағы оқуға баруы, тағы басқа дүниелер айтылады. Сол сияқты бұл жаңағы оқулықта берілген материалдардың барлығы мына нақты дерек көздерден алынған дүниелер. Абай шығармашылығын зерттелуін, оның ішінде біз көбінесе осы оқулықта тікелей Мұхтар Әуезовтің шәкірті болған Қайым ұстазымыздың, Қайым Мұхамедхановтың зерттеулері негізінде жүргізілген деректерді осы кітапқа қойған едік. Енді осында өлеңнің құрылысына байланысты да материалдар бергенбіз. Оқулықта бұлар да тұр. Өлең өлшеміне, шумағына, ұйқас, тармақ түрлеріне. Бұның барлығын оқушы оқып жаттауы міндетті емес. Бұл сіздер үшін және оқушыға материал ретінде беріліп тұр. Соны сол ойда болсын, Міне 8 аяқ бірінші кетті. Екінші өлеңі, бұған міне тапсырмаларына да назар аударыңыздар. Тапсырмаларының барлығы оқу мақсаттарының негізінде жасалынған. Екіншісі, бұл біз қазір тоқталатын, бунақ, тармақ, міне өлеңнің құрылысына байланысты болып тұр, Сосын қалың елім, қазағым деген өлеңіне тоқталатын боламыз. Енді бәрін айтпай-ақ қояйық, қазір өзіміздің тікелей дәрісімізге тоқталамыз. Мына оқулықтағы тапсырмаларға байланысты сұрақтарыңыз болса, сосын кейін тағы да қойып жатасыздар. Енді бүгінгі тақырыбымызға байланысты Абайдың өлеңдерін зерттемес, талдамас бұрын оқу мақсатына назар аударайық. Бұл әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну.
Екінші мақсат автор бейнесін шығармадағы белгілі бір оқиға көрінісін анықтау. Ендеше өлеңнен автор бейнесін қалай табамыз? Өлеңнің сюжетін, өлеңнің композициясын қалай талдаймыз? Және сол арқылы идеясын қалай ашамыз? Оның ішінде көріктеу құралдарына да назар аударуымыз керек болады. Біз сіздермен, егер білсеңіздер, өткендегі былтырғы жылғы сабағымызда айтқанбыз. Жалпы шығарманың ең маңызды бөлігі бұл талдауда идеясы. Егер біз шығарманың идеясын балаға дұрыстап түсіндіре алмасақ, онда бағана көріктеу құралдарымызда, басқа дүниелерімізде, басқадай жаңағы әдіс тәсілдерімізде жұмыс істемейді. Мысалы, сіздер бір шығарманы оқығаннан кейін ойларыңызда не қалады? Ойда ең алдымен идея қалады. Не туралы бұл шығарма? Не айтылды? Автор не айтты, нені көрсетті, қандай тарихи оқиға болды, немесе қандай бір белгілі бір оқиға көрініс алды деген сияқты нәрселер айтылады. Яғни идеясы, композициясы, сюжеті біздің ойымызда қалады екен. Сонда қарап отырсақ, көріктеу құралдар, мынау метафора, мынау эпитет, мынау теңеу деген нәрселер біздің есімізде тұра ма? Тұрмайды. Жазушы да, ақын да оны мақсат етпейді, ол эпитет теңеулер. Эпитет теңеулер дегеніміз әдебиет теориясын талдаулар үшін ғана алынған дүние. Сондықтан оған жаңағы қатты тоқталудың аса маңызы жоқ. Дегенмен, бірақ оны білу керекпіз. Біз ұстаздар білуіміз керек. Баланың оны жаттап алуы, білуі маңызды емес. Метафора дегеніміз не деген анықтамасын білмей қоюына болады. Бірақ ол осы жерде тұрған көріктеу құралдарын арқылы қандай да бір сурет жасалып тұрғанын түсінсе, онда біздің ұстаздардың жеңіске жеткендігі. Келесі мынаған назар аударып көрейік. Өлеңді қалай талдауға болады? Өлең талдамас бұрын оның шығу тарихы, оны жазуға итермелеген оқиғалардың сипаттамасы. Бұл бөлімде автордың өмірі туралы аздап болса да ақпарат беруге болады. Сондай-ақ бұл шығарманың ақын үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетуге де болады. Бұл не үшін керек? Бағанағы айтып отырған автор бейнесін анықтау үшін, автор ұстанымын анықтау үшін керек. Мысалы, Абайдың жаңағы біз айтқалы отырған өлеңіміз «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» деген өлеңі 1886 жылы жазылған. Абай 41 жасында. Абай жаңа қоғамдық өмірге араласып жүрген шағында, бос болып, елді басқарып болып, шынында да өмірде жаңағы қазақ даласына отарлау жүйесінің әбден орнығып, мына қазақтардың тұрмыстарының нашарлап, жаңа қазақтардың тынысы тарылған, халықтың жағдай қиындаған шағын Абай білген уақыт. Сондықтан да біз өшіріп қойсаңыздар дауыстарыңызды. Сондықтан да өлеңнің шығу тарихы және соған байланысты жаңа автор туралы, өмірі туралы ақпарат беру маңызды. Және мен кітапта сіздерге арнайы авторлар Абай туралы деректі бар екенін, оның жоқ емес, о жерде қысқаша оқушының ыңғайына дайындалған дүние екенін көрсеттім. Енді келесі шығарманың жанрын, тақырыбын, онда көтерілген мәселені анықтаймыз. Лирикалық шығармада адамның ішкі әлемі, оның ойы, сезімі, көңіл күйі бейнеленеді. Яғни лирикалық шығармада сюжет бір авторлар болмайды деп санайды. Енді бір авторлар сюжет болады, ол жаңағы белгілі бір ішкі сезімге құрылған, көңіл күйге құрылған сюжет деп санайды. Сондықтан бұл жерде сюжеттің бар жоғына дауласпай-ақ, жалпы көңіл күйдің қалай беріліп тұрғанын, қандай сөздер арқылы беріліп тұрғанын, және ол сөздер идеяны ашуға қалай қызмет етіп тұрғанын анықтауымыз керек. Келесіде өлеңнің сюжеті мен композициясы қарастырылады. Сипаттамасы, яғни лирикалық кейіпкер, лирикалық тұлға деп атап жатамыз, оның өлеңдегі жалпы көңіл күйі. Лирикалық кейіпкерлер бұл эмоцияның, сезімнің, өмірлік тәжірибенің белгілі бір көңіл күйді тасымалдаушы. Сондықтан өлең оның атынан шығарылады. Ол жаңағы автор өзі әрі өзі емес деген сөзді біз осында
қарастырамыз. Келесі, мына жаңағы схемаларды естеріңізге сақтауға болады. Талдауда өлеңнің автор және атауы, өлеңнің жазылу тарихы жаңа атап кеттік. Сосын кейін белгілі бір ұқсас мотивтер, сюжет құрылымында салыстыруға болады. Мысалы, Абайдың осы өлеңіменен мына өлеңіндегі идея ұқсас, немесе осы идеяны автор мына өлеңінде жалғастырған деген сияқты ойларды алып келуге болады. Яғни ақынның бір ғана шығармасы емес, бірнеше шығармасын қатар алып талдап шығуға болады. Тақырып, идея, негізгі ой, өлең не туралы екенін. Енді өлеңнің тақырыбы дегенде біз екі түрлі қарастырамыз. Біреуі ол табиғат туралы ма, қоғамдық саяси өмір ма, азаматтық, махаббат туралы ма, философиялық мәні бар ма, осындай тақырып болса, екіншісі оған қойылған ат, яғни көтерілетін мәселе менен оның аты. Келесі сюжет деген кезде ол оқиғаларға байланысты болады. Бұл кейіпкерлері болса. Ал кейіпкерлері болмаса, онда белгілі бір сезім күйлерін анықтаймыз. Көңіл күйін, қуанышын, ренішін, қайғысын, немесе белгілі бір дәрежеде жаңағы адамға дем беруге арналған жаңағы лирикалық кейіпкердің сезімдері болады. Содан кейін келесі нәрсе, автор қандай лексиканы қолданды? Тұрмыстық, қарапайым сөйлеу тілі, әдеби тіл ме, публицистика ма, немесе архаизм, көнерген сөздер көп пе екен? Міне осының барлығын біз білуіміз керек. Лирикалық шығарманың құрылымына да байланысты. Поэтикалық шығармада көрініс тапқан жетекші ой, сезімді, көңіл күйді анықтаймыз бірінші. Композициялық құрылымның үйлесімділігін, оның белгілі бір ойдың көрінісіне бағынуын анықтаймыз. Өлеңде ұсынылған лирикалық жағдайды анықтау. Кейіпкердің өзінің іштей қақтығысы болуы мүмкін, кейіпкердің ішкі еркіндігі болуы мүмкін, және тағы да басқа. Өлеңдегі ойды тудыруы мүмкін өмірлік жағдайларды анықтаймыз. Мысалы, қандай да бір Абайдың, мысалы, күз өлеңінде, қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай. Абай жолында бұны жазады. Абайдың өмірінде жаңағы Тәкежан мен Қаражанның үйінде отырған кезде деген сияқты бір оқиғасы бар бұл өлеңнің. Сонда осы жағдай бұл өлеңді тудырып тұр. Сосын кейін поэтикалық шығарманың негізгі бөліктерін бөліп көрсету. Яғни оқиғаның басы қайсысы, негізгі ойды беретін шумақтың орны. Бұны мен неге бөліп айтып отыр? Себебі өлеңнің композициялық құрылымдық жүйесі деген кезде біз прозалық шығармадағыдай оқиға басталады, шарықтау шегі болады, одан кейін байланысады, тағы басқа жаңағы композициялық жүйелерін болмауы мүмкін өлеңде. Өйткені бұл жаңағы лирикалық шығарма. Енді сюжетті өлеңдер болады, балладалар болады, немесе сюжеті бар шығарма болады. Абайдың мысалы жаз өлеңінде жаздың, табиғаттың сюжеті бар. Онда әр жасқа лайықты өзіне Абай үлкен кісіге байланысты дүниелерді көрсеткен. Олай болса, мына поэтикалық шығарманың композициялық құрылымы деген кезде кішкене біз басқаша қарауымыз керек. Бұнда оқиға басталуы мүмкін, аяқталуы мүмкін, сосын кейін негізгі ойды білдіретін бір шумақ болуы мүмкін. Немесе өлеңнің бір тармағы да сол жаңағы бүкіл ойды білдіріп тұруы мүмкін. Енді сол сияқты бізде өлеңде поэтикалық лексика бар. Яғни ақын қолданған бүкіл сөздік қордағы сөздердің ішінен пайдаланатын сөздері бар. Мысалы, антоним, архаизмдер, неологизм, амоним, синоним, барлығы жаңағы белгілі бір қолданылу белсенділігіне байланысты айқындалады. Сосын кейін поэтикалық тіл менен ауызекі тілдің арасындағы байланысты, айырмашылықты ажырата білуіміз керек. Мысалы, бала өлеңді оқыған кезде қандай да бір мәнермен оқиды, біз өлең оқысақ. Яғни ол поэтикалық тілдің интонациясына түседі. Келесі, мысалы, троптардың пайдалануындағы ерекшеліктер мен белсенділігі. Мысалы, метафораны көп қолданама. Әлде ирония бар ма? Иронияны білдіру үшін қандай сөз қолданды? Теңеу көп пе? Мысалы, Мағжанда теңеу көп, эпитет көп. Ал Абайда көбінесе кейіптеу кездеседі. Міне сонда жаңағы әр ақынның, әр шығарманың өзінің жаңағы көріктеу құралдарын, троптарды пайдаланылу ерекшеліктері болады. Сол сияқты стилистикалық фигураларды әртүрлі пайдаланады.
антитеза, градация, инверсия, риторикалық сұрақ тағы басқалар кете береді. Поэтикалық фонетиканы қалай қолданады? Аллитерация, ассонанс, анафора, эпифораларды қалай қолданады? Яғни поэтикалық фонетика не үшін керек? Поэтикалық фонетика жаңағы сөздің құлаққа жағымды түсуі үшін керек. Оның ішінде ары қарай поэтикалық фонетиканы мен сіздерге мына жаңағы терминдерін ғана айтып отырмын, бірақ оны ары қарай талдасаңыздар, оның буын, бунақ ішінде, сосын кейін өзара жаңағы ықпалдардың әсерінен дыбыстардың түсіп қалуы, немесе дыбыс қосылып айтылуы сияқты нәрселердің барлығын біз талдауда көрсетсек, онда дұрысырақ болар еді. Себебі кейбір өлеңдерде буын саны 11, 12 деп көрсетіледі. Ал бірақ шын мәнінде ол 11 болып тұруы мүмкін. Біз дауысты дыбыстарды санай саламыз да, сол буын саны деп айтамыз. Олай емес. Буын саны жаңағы айтылуға байланысты есептелінеді. Ол жаңағы көз алдымызда тұрған дыбыстарды санаумен өлшенбейді. Сосын кейін тағы да бір ерекше нәрсе, бұл лирикалық қаһарман, лирикалық кейіпкер немесе автордың мені. Бұл автордың өзі болып айтылуы мүмкін, өз атынан. Кейіпкердің атынан баяндалуы мүмкін, белгілі бір кейіпкер алып, сосын кейін автор белгілі бір бейненің рөлінде болуы мүмкін. Яғни автор өзі ойнайды, рөлге кіреді. Келесі дүние, біз көбінесе осы әдеби бағыт, әдеби ағым деген нәрселерді көп айта бермейміз талдауларымыз. Бірақ біздің оқу мақсатында бағытқа байланысты деген оқу мақсатында сөз бар. Осының ішінде романтизм, реализм айтамыз. Ал бірақ қазақ әдебиетіндегі басқа символизм, акмеизм, сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм, тағы басқа измдарын ешқайсында көп айтпаймыз. Біз айтатынымыз көбінесе романтизм, реализм. Не себепті? Себебі біздің кітаптарда тек солай ғана талдайды. Романтизмнің өзінің түрлері бар. Мысалы, Махамбеттің романтизмі менен Абайдың романтизмін салыстырсақ, немесе Мағжанды салыстырсаңыздар, аралар жер мен көк. Біреуі жаңағы патриоттық, төңкерісшіл романтизм болуы мүмкін, біреуі жаңағы адамгершілік, махаббат тақырыбындағы романтизм, тағы басқа бөлінеді. Мысалы, футуризм дегенді алатын болсақ, атақты біздің кітапта бар Сәкен Сейфуллиннің жаңағы дос туралы өлеңінде біз оны әдебиет теориясында футуризмге жатқызады. Бірақ өкінішке орай біз оны сабақта ол футуризмді айтпаймыз. Ал бұны мен неге айтып отырмын? Орыс немесе ағылшын балаларының талдауларын көрген кезде, олар осы жаңағы дүниелерді ажыратып талдайды екен. Бүгінгі күні біздің жаңағы әдебиетімізде жаңадан шығып жатқан дүниелер бар, жаңадан шығып жатқан шығармалар бар, жаңа авторлар бар. Бірақ оларды талдайтын, оларды жаңағы сын тұрғысынан бағалайтын сыншыларымыздың жоққа тән. Неге? Себебі ешкім осы измдар, модернизм дегеніміз не, одан шығатын постмодернизм дегеніміз не, одан кейін қазіргі күні, бүгінгі күні 21 ғасырда мономодернизм шыққан. Бірақ өкінішке орай біз ешқайсысын осылай талдамаймыз. Неге? Себебі теориялық жаңағы ұғымдарымызды әлі ашпағанбыз. Біз романтизм мен реализмнен ары қарай шықпай отырмыз. Енді жанрдың түрлеріне кеткен кезде өлең, эпиграмма, эпитафия, элегия, арнау, баллада, тағы басқа. Енді орыс әдебиетінде ода деп айтады, біздің қазақ әдебиетінде одалар сирек, сонет деп айтады. Сонет те жоққа тән, ол енді жасанды, табиғи емес болғандықтан бізде ақындар шығарды, сонет те шығарды, ода да шығарды. Бірақ бәрібір ол біздің тамырымыздан шықпағаннан кейін ол бізде жаңағы тұрақтаған жоқ. Бізде енді эпитафиялар жеткілікті, элегиялар бар, арнаулар да бар, Абайдың өзінде бәлен бар әртүрлі бағытта. Міне қарап отырсаңыздар, бұның барлығы жаңағы өлең талдауда енді сіздерге бұл материал болсын деп айтып отырғандықтан, мысалы, сіздер сабақтың үстінде бір ғана поэтикалық лексиканы ғана тапқызып талдатуларыңыз мүмкін. Мұнан бәрін айтып жатпайсыздар. Соны айтып жату мүмкін де емес. Балалар оның барлығын талдамайды. Бірақ сіздер өздеріңіз қаруланып алсаңыздар, біліп алсаңыздар, сонда оқушыға, мысалы, өлеңнің идеясын ашу үшін, өлеңнің құрылымын ашу үшін, өлеңнің бір тақырыбын ашу үшін, ерекшелігін көрсетіп, баланың жадында сақтау үшін қай
теориялық тәсіл жақын, соны анықтау сіздерге жеңіл болады. Келесі енді мына нақты осы өлеңімізге тоқталайық. Онда назар аударайық. Осы өлеңді талдайық жаңағы жолмен. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енге құртың. Мұнан байқасаңыздар, әртүрлі сиямен мен қойдым. Қалай ойлайсыздар? Қандай ерекшеліктер байқадыңыздар? Түстерге байланысты. Айтып көріңіздерші, кім айтады? Ақынның көңіл күйіне байланысты сияқты меніңше. Мұнда антонимдер. Антоним, синонимдерді біз Синоним бар. қайталатуымыз керек, қарасаңыздар. Қараңыздар. Сөз тіркестері бар. Сосын бірі қан, бірі май антитеза бола ма? Бірі қан, бірі май деген антитеза. Антитеза бар. Қайран жұртым, ұстарасыз аузың, сын есімдер. Сосын бір күні тұртым, бір күні бұртым, бұл да не шығар? Антитеза бола ма? Жақсы. Міне көріп отырсыздар. Сіздер өздеріңіз тауып отырсыздар, оқушыларға да осылайынан көрсетуге болады. Мысалы, өлеңнің ішінен, енді мен бәрін белгілеген жоқпын, бірақ дегенмен отырған дүниелер бар. Енді біз бағана күндіз антоним. Дұрыс айтасыз. Енді қымбатты әріптестер, мына нәрсеге назар аударайық. Өлеңнің идеясы не десе, біз тауып бере аламыз. Бір телефоны қосылып тұрады. Жаңғырып кетті, әріптестер, телефондарыңыздың дауысын өшіре тұрсаңыздар. Мысалы, Жаңғырып жатыр. Айман Совет қыз, сіз телефон қосып қойдыңыз ба? Жоқ, қосып тұр. Әлия Жақсылық қыз, сіздің телефоныңыз ба әлде? Менікі қоса ашатын алмай отыр. Қазір. Жарайды, асықпаңыздар. Компьютермен кіріп отырмын. Біраз кісілер қосылып тұр ғой, негізі өшіріп қойсақ тыңдаған кезде. Өшіре тұрыңыздар дауыстарыңызды. Енді осы өлеңге назар аударайық. Енді Абайдың жалпы бағана айттым өмірбаянын белгілі бір дәрежеде біз білуіміз керек бұл өлеңді талдау үшін. Неге? Балаға оның бәрін айтып, түсіндіріп, жатпасаңызда, сіздің жаныңызда, көкейіңізде тұрса, бұл өлең тез талданады. Балаға тез түсінікті болады. Енді осыған тоқталайық, қазір өлеңге келеміз. Бұл өлең жалпы 1886 жылы бағана айттым, Абайдың 41 жасында жазылған. 30 жылдан тұрады. Алғаш рет 1909 жылы шыққан. Бұның жаңағы текстологиялық жағына байланысты Мүрсейіт қолжазбаларында және Қайым Мұхамедхановтың талдауларында біраз өзгерістер болған. Ол алдыларыңызда тұр, оған тоқталып жатпай-ақ қояйық. Дегенмен осындай деректерді біз бұл өлең туралы деректерді білуіміз керек. Сол сияқты Қайым Мұхамедхановтың, Айқын Нұрхатовтың, Мұхтар Әуезовтің тура осы өлең туралы жазған жолдарын есте ұстасақ. Себебі біз талдау жасау барысында, өлеңнің идеясын ашу барысында осы жаңағы сөздерге тірек етеміз осы сөздер. Қайым Мұхамедханов айтады: қалың елім қазағым, қайран жұртым деп, туған халқының қамын жеп, жар салып, елінің бостандығын, ерікті еркін болуын көксеп отырып жазған өлеңі. Нұрқатов айтады: мұндағы ұстара сөзі әлеуметтік терең сырды, өмірдің реалистік шындығын танытып тұрған, әрі тың философиялық ойға негізделген поэтикалық образ дейді. Яғни бір сөз, ұстара деген сөзді Айқын Нұрқатов, бұл образ деп алып отыр. Ұстара сөзі
екінші жағынан ұлттық сана сезім мешеулігінің символдық бейнесі екенін астарлап білдіріп тұрған аңғарту қиын емес. Яғни белгілі бір дәрежеде ұстара сөзі неге айналды дейді? Образға айналды. Ал Мұхтар Әуезов айтады, өлеңде ақын өз халқының сол кездегі тарихи трагедиясын айта кеп, дертінді. Жоғын жоқтап, мұңын мұңдап отырғаны қалың елі қазағы, оны қайран жұртым деп бір жанымен ынтыға сүйеді. Бұның қамын ойлағанда қамырыққа көңілі толады. Мұхтар Әуезов. Яғни бұл өлең қандай өлең болады сонда? Бір автор осы өлеңді талдаған кезде элегиялық өлең деп айтыпты. Яғни белгілі бір мұңға толы өлең деп санаған еді. Ал тағы бір автор бұны жаңағы мұңға толы романтизм деп атаған. Мысалы, ол не үшін романтизм деп атағанын Белинскийдің мына сөзіменен келтіруге болады. Ол романтизм жайында былай деп айтады Белинский. Бұл тілек, ұмтылыс, жанталас, сезім, күрсініс, күйзеліс, жете алмаған үміттерге деген аяушылық, жоғалған бақыт жайлы қайғы. Бұл қуатты елестер әрине әдемі де сүйкімді, сонымен бірге қол жете алмайтын және кез келген күмәнді шындыққа жат әлем. Бұл қайғының мұңнан нәр алатын махаббат деген байламға келеді. Яғни Абайдың өзінің туған халқына деген махаббаты, халқының сондай жақсы көргенін мына жерде Мұхтар Әуезов айтып отыр, дерттенеді дейді, ауырады, трагедия көреді соны. Сол халықпен бірге ауырып отыр, қамырыққа толады көңілі дейді. Міне сонда қарап отырсаңыздар, жаңағы Белинскийдің айтқаны мен Әуезовтің айтқаны ұштасып кеп, мына Абайдың осы өлеңінің идеясын ашуға негіз болады екен. Енді сол заманда өмір сүрген Сұлтанмахмұт Торайғыров деген жазушыны, ақынды білесіздер, мықты ақын. Сол кісі былай деген екен: Абай тұсы қазақтың бұзылғаны, қаралыққа айналып қызылғаны, елдігіне, жеріне һәм дініне бұды талай тұзақ, талай қақпан деп жаңағы айтады екен. Яғни Абайдың да, мына Сұлтанмахмұттың да кезінде Мәшһүр Жүсіптің де әлгі Сарыарқаның кімдік екенін деп жазып жүрген үлкен жер дейтін сөзі осы заманда туған. Осы заманнан біраз кейін болса да, осы бір замандас жаңағы бір белгілі бір уақыт, бір проблеманың пайда болуы қазақтың басына. Енді осы арада Абай қалың елім деген кезде елінің көп екендігін білдіріп тұр. Қазағым деп арнау айтып тұр, Енді қайран жұртым дегендегі қайран сөзіне назар аударайық. Қайран деген кезде лирикалық кейіпкердің қандай сезімін білдіреді қайран деп? Өкінішін, қайғының, мұңның, жұртының елімен бірге қиналып тұрғанын білдіреді. Сонда автор жаңағы қалың елінен бастайды. Қазағым, қайран. Ел, қазақ, жұрт деген сөздер не болады бір-біріне? Синоним болады. Синоним сөздер. Бұл жердегі жаңағы логикалық жағынан байланыстырып тұрған барлығы елде, жұртта, қазақта бір ғана жаңағы ұғымда, бірақ бірін-бірі дамытып тұр. Қараңыздар, градация бар. Қандай градация? Градация бар. Қазағым, қайран. Елім, жұртым, қазағым. Сонда жаңағы бірін-бірі дамытып тұр екен, Міне, осында бірінші жолдың өзінен автор жаңағыдай дүниелерді алып кетеді екен.